Шежіре дейтін не? Балам, шежіре ата-бабаларымыздың таралу тарихы, яғни біздің қай жылдан, қай атадан шыққанымыз көрсететін тізбе. Шежіре бұл ойсақтарынан. Бұрынғы қариялар оны жатқа айтып, ұрпақтан ұрпаққа жеткізген. Кейбір зиялы адамдар оны кітап етіп жазған. Мысалы, Шәкәрім Құдайбердіұлы қазақ шежіресін зерттеп, еңбек қалдырған. Өте жақсы ниет, балам. Өз шежіресін білген адам өз тарихын, елін, жерін құрметтейді. Дұрыс айтасың, тамыры терең ағаш мықты өседі. Адам да сол сияқты тегін білген сайын мықты болады. Кел, балам, үй жағдайында шежірені жасап үйретейін саған. Мына жерге жақсырамыз. Шежіре ағашын жасадық. Енді қазір осыған жеті атамызды жапсырамыз. Міне, балам, мынау шежіре бәйтерегі. Мынау міне сен, Батырхан, Рауан, Дүйсет, Түсіпбек, Қайран, Бәйжігіт, Байыс. Міне, балам, сенің осы жеті атаң болады. Осыны жатқа білуің керек. Бұл моншақ. Біз бұл моншақтан қазір осындай әдемі сумка жасайтын боламыз. Қызым, бұндай моншақтардың түрлі түстісі болады. Кішкентай болады, үлкені болады. Біз солардан осындай оюлар да жасаймыз, кестелеп тігеміз. Бұл қапсырма оюы. Келі балам, екеуміз жағалық тігейік. Міне, жағалығымыз дайын болды. Енді бұған біз етна оюлармен әсемдейміз. Біздің жағамыз дайын болды. Бұл жағаны біз етна оюлармен әсемдедік. Ол біздің оюымыз бірінші тұрған ойы. Жүрек пен қошқар мүйіз оюы. Жүрек бұл мейірімділіктің, махаббаттың белгісі. Келесі бұл бізде тұмар оюы. Тұмар оюы бұл бізді пәле жаладан сақтау үшін. Ал бұл оюымыз біздің қос қанат оюы. Бұл биікке самғаған құстың бейнесі.